Aldı. Salamatsızlar babalar, бүгінгі олимпиадаға қош келдіңдер. Балалар, әркімнің өзінің орнында мынадай қатысушының жауап парағы тұр. Көрдіңдер ме? Алдарда, иә. Осы жауап парақтың мынау бірінші бағанда мектеп деп қойған. Мектеп біздің Хамит Әлімжан атындағы 85-ші жалпы орта білім беретін мектебі. Соны жазамыз. Одан кейін фамилия, имя, отчество деп тұр, әкесінің аты, аты-жөні. Ол жерге аты-жөндеріңді толтырыңыздар. Фамилия, атын және әкенің атын. Сынып деген жерге 5-ші сынып болсаң, 5-ші қай сынып? Сонда жатында 6-ші сынып болса, 6-шы А, деп өздеріңді қоясыңдар. Пәні, қай пәне келдіңдер? Ағылшын тілі деп жатырсыздар. Мына жерде 30 тест тапсырмасы бар. Жауабы: сендерге қазір тест тапсырмалары беріледі. Сол тапсырмадан қай вариант, қай нұсқасы дұрыс болса, сол нұсқаны күшкамен белгілейсіздер. Мысалы, А вариант. Бірінші тапсырмада А нұсқасы дұрыс болса, Аны дөңгелекше етіп әдімде белгілеп шығасыңдар. 29-ші тапсырмада Е болса, Ені дөңгелекше етіп түсірді ғой ма? Жарайсыздар. Енді қазір бізде мына қатар 6-шы сынып, дұрыс па? 5-ші сынып, 6-шы сынып, 5-ші сынып тапсырма қазір солай таратылады. Тапсырманы мұқият оқимыз. Қайта-қайта. Егер сұрақты дұрыстап оқысаңдар, жауапты табу оңай. Артық әрекет, әңгіме болмайды. Ал сізге сәт балалар, әзір.